Музей асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді болып шығатын, ауызға салса еритін творожный пирогтың рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды аяғына шейін көріп, сіздерге ұнап жатса, лайк қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге осындай қарапайым заттар керек болады. Ең алдымен творогымыз, қантымыз, жұмыртқа және бөлме температурасында еріп тұрған сары май керек, және қаймақ салмасына жұмыртқа және ванилин, қопсытқыш және қант ұнтағы қажет болады. Ең алдыменен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, қаймақ немесе майонезді істетсеңіздер де болады. Қаймақтың орнына ол қамырларыңыздың жұмсақ, өте ерекше нәзік болып шығуына себеп болады. Сосын осы массамызды жақсылап араластырып аламыз. Қанттың орнына сіздер қант ұнтағын істетсеңіздер де болады. Ол кезде қамырыңыз мүлдем жұмсақ болып шығатын болады. Қантымыз ерігенше осылай жақсылап араластырып жібереміз. Келесі сары майымызды саламыз. Менде кішкене сәл қаттылау болды. Негізі қатты еріп тұрған істетсеңіздер, бірден қатты жақсы араласып кететін болады. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызға қосып, қопсытқышымызды және ванилинді бірге салып жібереміз. Електен өткізіп салуды ұмытпаңыздар. Ұнды осылай аз-аздап шетінен салып отырып, қамырды илейтін боламыз. Бірінші кезде осылай қасық немесе шанышқының көмегіменен араластырып отырып, кейіннен қолмен илесеңіздер, қолға жабыспай шығатын болады. Мінекей, осындай жұмсақ, қантымызда еріп кеткен өте нәзік қамыр дайын болды. Тоңазытқышқа қоймай-ақ істете берсек болады. Енді салмамызды дайындаймыз. Енді сүзбемізге қантымызды салып, ванилин және жұмыртқа салып, бір келкі масса етіп араластырып аламыз. Блендердің көмегіменен майдалап алсаңыздар да болады. Осындай бір келкі масса шығу керек. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлік үлкендеу және бетіне кішкене алып қалдым. Кез келген формаға жайып салсаңыздар болады. Неге жұмсақ қолдың көмегіменен жайып салуға да болады.
кішкене шығарып осылай қамырымызды жайып алдық. Енді салмамызды саламыз. Бір тегістеп жайып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Бұл пирог өте тойымды, кез келген мереке жиындарға жасасаңыздар болады. Берекелді болып шығатын пирогтардың бірі. Келесі бетіне алып қалған қамырымызды осылай ұзынша етіп бетіне қойып шығамыз. Және де жұмыртқаның сарысын жағып пешке пісіріп аламыз. 200-220 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Ыстық күйінше бетіне қант ұнтағын себесіздер. Суығаннан соң осылай формамызды шешіп аламыз. Мінекей осындай керемет пирогымыз пісіп шығады. Бектігі де, қамыры ауызға салсаңыздар еридің. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Басқа рецептпен жасай алмайтын болып қаласыздар, сізге сөз берем. Өте нәзік, дәмі де керемет.